Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз баламалы энергия көздерінің түрлері және бүгінде қолданылуы туралы. Баламалы энергия көздері бұл энергия өндіру үшін қолданылатын табиғи ресурстар мен процестер. Ол қоршаған ортаға минималды немесе мүлдем зиян келтірмейді. Олар дәстүрлі энергия көздеріне, мысалы көмір, мұнай мен табиғи газға қарама қайшы келеді. Себебі жаңа атап өткен дәстүрлі энергия көздері, олар ауаға зиянды шығарындылар таратып, климаттың өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да бұндай дәстүрлі энергия көзіне біз баламалы энергия көздерін қарама қайшы келеді деп айтсақ болады, және оларға қарағанда қоршаған ортаға баламалы энергия көздері минималды зиян бөледі. Баламалы энергия көздерінің бірі ол күн энергиясы. Күн энергиясы бұл күн сәулесінен алынатын энергия. Оны күн панельдері арқылы электр энергиясына немесе күн коллекторлары арқылы жылу энергиясына айналдыруға болады. Күн панельдері ол күн сәулесін тікелей түрде электр энергиясына айналдырады. Күн жылу қондырғылары ол күннің жылуын су немесе ауа жылытуға пайдаланады. Бұл энергия тұрғын үйлерді жылытуға немесе өнеркәсіпте қолдануға өте ыңғайлы болып келеді. Алдарыңызда ұсынылған бірінші суретте осы күн энергиясында пайдаланылатын күн панельдері бейнеленген. Күн энергиясының бірқатар артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарын айтатын болсақ, энергия көзі өте көп және таусылмайтын энергия көзіне жатады. Пайдалану кезіндегі шығындары төмен болып келеді. Және қоршаған ортаға зиянсыз немесе минималды зиян келтіреді деп айтсақ болады. Ал кемшіліктерін айтатын болсақ, күн энергиясы ол күннің белсенділігіне тікелей түрде тәуелді, яғни бұлтты күндері, түнде күн энергиясын біз мардымды түрде ала алмайды екенбіз. Және де тағы бір негізгі кемшілігіне бастапқы құнның жоғарылығын айтсақ болады. Яғни ең бастапқы оны қондырып алу өте қымбатқа түседі. Келесі баламалы энергия көзі ол жел энергиясы. Жел энергиясы бұл желдің кинетикалық энергиясын жел турбиналары арқылы электр энергиясына айналдыру. Жел турбиналары құрлықта да, теңізде де орнатылуы мүмкін. Жел турбиналары электр өндіру үшін қолданылатын негізгі құрылғы болып табылады. Ал теңізде орнатылатын турбиналар, олар үлкен қуат өндіру мүмкіндігіне ие болып келеді. Алдарыңызда берілген екінші суретте жел турбиналары бейнеленген, яғни осы турбиналардың көмегімен жел энергиясын алады екенбіз. Бұл энергия көзінің де өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарын айтатын болсақ, жаңартылатын және таза энергия көзі болып табылады. Және үлкен аумақтарда тиімді түрде қолдануға болады, мысалы үшін шөлдерде немесе жағалауда деген сияқты. Ал кемшіліктерін айтатын болсақ, ол желдің жылдамдығына тікелей түрде тәуелді, яғни жел бізде әрдайымда тұрақты түрде жылдамдықпен соқпайды, яғни әр кезде желдің жылдамдығы әртүрлі болады. Және шуға және ландшафтқа әсері бар, кең аумақтарда қажет етеді. Келесі бізде гидроэнергия. Гидроэнергия бұл судың қозғалысынан алынатын энергия көзі болып табылады. Гидроэлектростанциялар, яғни қысқартылған түрде ГЭС деп атаймыз, судың
кинетикалық энергиясын электр энергиясына айналдырады. Олар үлкен және кіші гидроэлектр станциялар болып бөлінеді. Яғни үлкен ГЭС үлкен су қоймалары мен бөгеттерді пайдаланады. Ал кіші ГЭС кішігірім өзендер мен арналарды пайдалануға негізделген. Сіздерге берілген үшінші суретте Қапшағай гидроэлектростанциясы бейнеленген. Бұл энергия көзінің де өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына келетін болсақ, жоғары тиімділік және тұрақты энергия өндіру, және де ұзақ мерзімді инвестицияны айта аламыз. Ал кемшіліктерін атайтын болсақ, ең бірінші экологиялық әсері. Мысалы үшін, экожүйенің өзгеруі осындай кемшілікке жатады екен. Және құрылыстың жоғарғы құны менен күрделілігі де осы кемшілігі болып табылады. Келесі биомасса. Биомасса бұл органикалық материалдар, яғни өсімдіктер, ағаштар, ауыл шаруашылық және орман қалдықтары. Осыларды жағу немесе өңдеу арқылы жылу менен электр энергиясын алуға болады. Биомассаны термиялық пайдалану, ағаш немесе ауыл шаруашылық қалдықтарын жағу арқылы энергия алу. Биогаз деп отырғанымыз органикалық қалдықтардан метан алу. Мысалы үшін, малдың нәжісі немесе азық-түліктің қалдықтары арқылы метан алуды біз биогаз деп атайды екенбіз. Бұл энергия көзінің де өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Артықшылықтарына келетін болсақ, қалдықтарды жою және көлемін азайтуға өзінің үлесін қосады десек болады. Яғни, әртүрлі табиғаттағы қалдықтарды біз осы биомассаға, яғни осындай энергия көзіне айналдыруға бағыттап, біз қалдықтарды азайта алады екенбіз. Және қала сыртындағы және ауылдық жерлерде энергия өндіруге бұл өте тиімді энергия көзі болып табылады. Ал кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, биомасса өсіру үшін үлкен дерлік жер көлемі қажет болады, және жанып кеткен кезде қоршаған ортаға зиянды заттар шығаруы мүмкін екен. Баламалы энергия көзінің бізде келесі түрі ол геотермалдық энергия. Геотермалдық энергия бұл жердің терең қабаттарында сақталған жылуды пайдалану арқылы алынатын энергия көзі болып табылады. Геотермалдық көздерден жылу алыну мүмкін, сонымен қатар бұл энергия электр өндіру үшін де қолданылады. Геотермалдық электростанциялар жердің терең қабаттарынан жоғары температуралы жылуды пайдаланып, электр энергиясына айналдырады. Геотермалды жылу сорғылары ғимараттарды жылыту мақсатында салқындату үшін де пайдаланылады. Артықшылықтарына келетін болсақ, ауа райы мен климатқа тәуелсіз болып келеді басқа энергия көздерімен салыстырғанда, және белгілі бір географиялық аймақтарда бұл сарқылмайтын ресурс болып табылады. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, географиялық шектеулер, яғни тек белгілі бір аймақтарда ғана, яғни вулкандық аймақтарда тиімді болып келеді. Басқа аймақтарда ондай тиімділік жоқ. Және құрылыстың жоғарғы құны да осы негізгі кемшіліктеріне жатады. Келесі энергия көзі бұл термоядролық энергия. Бұл болашақ энергия көзі деп айтсақ болады. Термоядролық энергия бұл ядролық реакциялар нәтижесінде алынатын энергия. Бұл реакцияларда жеңіл элементтер, мысалы сутек атомдары бірігіп, ауыр элементтерді құрайды, және бұл процесс кезінде үлкен мөлшерде энергия бөлінеді. Термоядролық реакторлар қазіргі кезде тәжірибелік деңгейде жұмыс істеп жатыр, бірақ толық түрде коммерциялық қолдануға әлі жете қойған жоқ. Артықшылықтары, яғни теориялық тұрғыдан өте көп энергия өндіруге болады, және радиациялық қалдықтар өте аз болып келеді.
Келесі кемшілігін айтатын болсақ, қазіргі уақытта бұл технология әлі дамып келеді, яғни басқа жаңа атап өткен баламалы энергия көздерімен салыстырғанда бұл энергия көзі әлі қолдану деңгейіне жеткен жоқ. Келесі бұл жоғары ғылыми және технологиялық кедергілер бар кемшіліктердің бірі. Яғни осындай кедергілердің арқасында бұл энергия көзін пайдалану бізге әлі кешеуілдетіп келе жатыр. Жалпы осы баламалы энергия көздерінің негізгі артықшылықтарына тоқталатын болсақ, ең біріншіден қоршаған ортаға зиянсыз болып келеді және жаңартылатын ресурстар болғандықтан ұзақ мерзімді перспективада шектелмейді. Және де келесі жергілікті деңгейде энергия өндіруге мүмкіндік береді. Яғни энергия тәуелсіздігіне жетуге болады осы баламалы энергия көздерін пайдалану арқылы. Келесі бізде энергия өндірудің арзандауы, яғни технологиялардың жетілуі арқасында бұл ресурстарды пайдалану барған сайын тиімдірек болуда. Яғни бастапқы құны ондай энергия көздерін орнатып алу құны басында жоғары болғанымен, одан кейін оны ары қарай пайдалану ол барған сайын тиімдірек бола түседі. Баламалы энергия көздерінің қолданылуына тоқталып өтетін болсақ, ең біріншіден күн энергиясының қолданылуы. Яғни күн энергиясы бізде күн панельдері арқылы электр энергиясын өндіруге пайдаланылады. Бұл жүйелер үйлерде, өндіріс орындарында, ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Мысалы айтатын болсақ, Германия, Қытай және ақш-та күн энергиясын кең көлемде пайдаланады. Ауылдық аудандарда электр желісі болмаған аймақтарда күн панельдері ол таптырмас басты шешім деп айтсақ қателеспейміз. Келесі жел энергиясының қолданылуы. Жел энергиясы ол жел турбиналары арқылы желдің кинетикалық энергиясы электр энергиясына айналады. Бұл технология әсіресе ашық, жазық аймақтарда немесе жағалау маңында қолданылады. Мысалы, Данияда және Нидерландыда электр энергиясының 40%-ға жуығы дерлік жел энергиясы арқылы өндіріледі. Үшінші, бұл бізде гидроэнергияның қолданылуы. Су электр станциялары арқылы өзендер мен су қоймаларындағы судың ағыны энергияға айналады. Бұл әдіс ең кең тараған жаңартылатын энергия көзі болып табылады. Мысал үшін, Канада мен Норвегия электр энергиясының 90%-нан астамын осы гидроэнергия арқылы алады екен. Бұл дегеніміз, яғни Канада мен Норвегияда гидроэнергия өте ауқымды түрде қолданылатын энергия көзі деген сөз. Геотермалдық энергияның қолданылуын айтатын болсақ, жер астындағы жылу энергиясы арқылы жылыту және электр өндіру жүзеге асырылады. Бұл әдіс вулкандық аймақтарда тиімді болып келеді. Мысал үшін, Исландияда үйлердің 90%-ы геотермалдық жылумен жылытылады. Яғни Исландияда өте кеңінен қолданылатын энергия көзі болып табылып отыр. Келесі биомассаның қолдануын айтсақ, ауыл шаруашылығы қалдықтары, ағаш, органикалық қалдықтар арқылы энергия өндіріледі осы биомасса энергиясында. Биомасса ол ауылдық жерлерде жылу мен тамақ дайындау үшін кеңінен қолданылатын энергия көзі. Мысалы, Үндістан мен Бразилияда ауылдық аймақтарда биомасса басты дерлік энергия көзі. Назарларыңызға рахмет.